Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз бір жасағаннан шығатын өте ерекше әрі дәмді қайнатпалы крем жасаймыз. Ол үшін ең алдымен сүтімізді орташа отқа қойып қыздырып аламыз. Қатты қыздыру міндетті емес. Ары қарай жұмыртқалы массамызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Көпіргенше араластыру міндетті емес. Енді үстіне ұнымызды салып, жақсылап баса бір келкі болғанша араластырамыз. Достар, сіздерге айта кететін жайт, бұл крем тек қана медовик және эклердің ішіне салуға бола береді. Ал красный бархат, молочная девочка және де басқа торттарға мүлдем болмайды, өйткені бұл ұстап тұра алмайды. Әрі қарай жұмыртқалы массамыздың үстіне қызып тұрған сүтімізді құйып араластырамыз. Бірден араластыру қажет, өйткені сүтіміз ыстық болғаннан кейін жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Дайын болған жұмыртқалы массамызды сүтіміздің үстіне құямыз. Ал біздің сүтіміз орташа отта газымызда тұруы қажет. Достар, мен бұл жерде 2 порция шығатын крем жасап жатырмын. Сіздерде мен сияқты көбейтіп жасасаңыздар болады. Әрі қарай жай отта тұрған сүтімізді міндетті түрде қоюланғанша араластырып тұруымыз қажет. Массамыз қою болмай тұрғанша үстіне майымызды салып, ары қарай араластыра береміз. Мінекей достар, қайнатпалы кремімді қою болғанша жай отта араластырып тұрдым. Ары қарай достар, құрғақ шыны ыдысымызға біздің кремімізді құйып суытатын боламыз. Мінекей достар, біздің креміміз дайын. Дәл осы видеодағыдай креміміздің бетін жауып, бөлме температурасына суытамыз. Ары қарай тоңазытқышқа салып қойсақ, өте қою әрі керемет болып шығады. Мінекей достар, біздің қайнатпалы креміміз дайын. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте қою әрі керемет болып шықты. Назар аударып соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.